Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай картошка пайдың рецептімен бөлісетін боламын. Бір-біріне жабысып қалмайды, осылай бөлек-бөлек болып, әп-әдемі болып шығады. Бір жасағаннан шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен картошкамызды ашып, тазалап, жуып алып, осылай сәбіздің теркасынан өткізіп шығамыз. Оның үстінен мұздай суымызды құйып, жақсылап жуып аламыз. Картошкаларымыздың крахмалын кетіріп алуымыз қажет. Барлығын тазалап жуып аламыз. Қолымызбенен қысып-қысып, суларын шығарып, бөлек ыдысымызға салып аламыз. Осы картошка пайды бұрын жасап, бір-біріне жабысып, көңіліңізден шықпай жүрген болса, дәл осы рецептпен жасауға ұсынамын сіздерге достар. Осымен біздің картошкаларымыз қуырылуға дайын. Алдын ала міндетті түрде қызып тұрған майымызға аз ғана бөліктен салып қуырамыз. Егер де көп салатын болсаңыздар достар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Осылай қызарғанша 2-3 минуттай қуырып аламыз. Осылай қағаз майлығымызға орналастырамыз. Одан соң тұзымызды бетінен аздап қана сеуіп шығамыз. Осымен біздің өте оңай картошка пайымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Барлықтарыңызға ас болсын.